Ассалаумағалейкум, барша спорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер қауым. Спорт арнасының эфирінде ұлттық лига волейболдан ерлер арасындағы Қазақстан чемпионаты. Қос команда ойыншыларын қазір таныстыруда. Алғашқы құрам міне Ұшқын Көкшетаудың Шилов, Есин, Ғабдулин, Гурянов, Скабин, Серік және Балағазинов. Команданың бас бапкері Нариман Сүлейменов, кешегі волейболшы, бүгінгі бапкер міне. Ал енді қазір Маңғыстау командасы ойыншылары Әсет Базарқұлов, Александр Конов, Василий Донец, Алексей Кулешев, Дамир Акимов, Қайрат Байбеков, Талғат Саки, Біржан Сағиев, Иван Минаков, Арман Асқанбаев, Максим Мищенко және Ерасыл Жанаділов. Команданың бас бапкері Александр Перегуда. Соңғы матч Қазақстан кубогы аясында өткен және Ұшқын Көкшетау 3-2 есебімен басым түскен екен, 5 партияға созылды. Ал Қазақстан супер кубогы аясындағы кездесуде Маңғыстау 3-1 есебімен жеңген. Жалпы енді оның алдындағы Қазақстан кубогы аясындағы ойында да Маңғыстау 3-0 ұтса, бір кездесуде 3-4 орын үшін болған ойында. Ну и сразу же по окончании этого розыгрыша Минаков возвращается. Все-таки решающие очки. Сейчас хотелось бы основным составом доиграть эту партию, довести до победного. Вот здесь Конов. И первая партия уходит Мангостау. Классно выпрыгнул Александр из четвертой зоны. Но обычно безупречно он действует. Ну что ж, с разницей в 3 очка Мангостау побеждает первой партии. Тем самым заявляя о том, что в этом матче все же они фавориты. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. А пока самые яркие моменты первого сета. Басты. Минаков, Мищенко. Қателік тағы да доп дұрыс қабылдады, бірақ оны командаластарына пас ретінде дұрыс бере алмады. Міне осылайша 25-20 есебімен бұл кездесу аяқталды. Екінші кезеңде сәл тағы да жетпеді. Алаң иелерінен кеше ұтылған Маңғыстау командасына қарсы кездесуде. Енді міне Маңғыстау волейболшылары Тараздан ұтылғаннан кейін бүгін міне Атырау Ұшқын Көкшетау командасын алғашқы 2 кезеңде жеңді. Все же не сумели они довести матч до победного. Хотя по партиям 2-0 вели. Атака Мищенко. Вот этот парень никогда не унывает. 17-24. Ну и сетбол. Еще один. Один из многих.
Сильная подача Мищенко. Исин на приеме. Байбеков достает мяч. Минаков, Мищенко. Опять блокирует его удар. И вот он, сетбол реализован. 25-17. Мангостау эту партию забрал. 25-17 пользу команды Шконкокшетау. Счет партии 2-1. 2-де 1 есеп. 4-ші партия қазір. Бес кезеңге созылуы мүмкін бұл ойынның егер осылай жалғаса беретін болса. Өйткені 25-22, 25-20, енді 25-17 Шқын Көкшетау командасы қазір барын салуда. Осы енді бұл жерде оның үстіне әрбір ұпайға қалай бір қуанып жатқанын өздеріңізді көрген шығарсыздар. Команда осындай бір керемет қарқынмен жеңіске деген сондай бір құштарлықпен ұтып кетуі мүмкін тіпті бұл ойында да. Қазір енді 4-ші партияны тамашалаймыз. Ну что ж, первый сетбол не удалось реализовать. Теперь посмотрим, что дальше. Минаков на приеме должны Ушкун уверенно сыграть. Да, и вот здесь атака проходит. 25-21. Четвертая партия завершается победой кокшетауцев. А это значит, мы увидим с вами решающий сет. Говорили мы на старте этой встречи, что заруба ожидается жесткая. И действительно это случилось, несмотря на то, что Мангостау сумел первые две партии, казалось бы, довольно легко забрать. Но вот подсбавили в третьей, и это превратилось в тенденцию. Четвертая партия также поражение. Қазір Максим Мищенко қиын қазір матч point 14-те 10 есеп. Соңғы ұпай қалды және ойын аяқталды. 15-те 10. Максим Мищенко жақсылап тұрып нүктесін қойды бұл кездесудің. Және 3-те 2 есебімен Маңғыстау командасы бұл ойында жеңіске жетіп отыр. Және турнир кестесінде бұл команда 2 ұпай алады. 15 ұпаймен бірінші орынға шығып кетті қазір. 14 ұпаймен, 14 ұпаймен екінші орында, өйткені Буревестникте де 14 ұпай бар. Асқар Серік үздік ойыншы атанып отыр. Шқын Көкшетау командасында. Тамаша, бірінші турдың үздік ойыншысы.